Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі біздің рецептте тауық аяқтарын үй жағдайында маринадтау. Видеоның соңына дейін міндетті түрде қараңыздар және каналыма тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тауық аяқтарын жақсылап жуып аламыз, содан кейін тұздап 10-15 минутқа қалдырамыз. Әрі қарай соусымызды әзірлейтін боламыз. Майонезге ұсақтап туралған чеснокты, паприка, бұрышты қосып жақсылап араластырамыз. Егер де тауықтарыңыз қызарып піскенін қаласаңыздар, онда тағы да бір қасық паприка қосуға болады. Дайын болған соусымызды тауықтың аяқтарына салып жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін жарты кесе сұйық май қойып, бетін жау биік сағатқа қалдырамыз. Содан кейін қызып тұрған 180 градустағы пешке 60 минут көлемінде, яғни 1 сағатта пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, біздің тауық аяқтарымыз дайын болды. Өте дәмді әрі қызарып, керемет болып шығады. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.